Сәлем достар, бүгін осындай баклажаннан салат дайындайтын боламыз қысқаға. Өте дәмді, керемет болып шығады. Бізге қажетті заттар: баклажан, болгар бұрышы, пияз, морковь, помидор және де сарымсақ қажет болады. 1-2 кішкентай қызыл чили бұрышын салып жіберсеңіз де болады. Қазанымызға майды құйып, осылай баклажанымызды қуырып аламыз. Қызарғанша баклажанымызды сүзіп, майығынан сорықтырып аламыз. Баклажанымызды қуырып алған майға пиязымызды салып қуырып аламыз. Пиязымызды қуырып алғаннан кейін барлық көкөністерді салып қуырамыз. Бірінші морковьті саламыз сарымсақпен, және де болгар бұрышын салып қуырып аламыз. Барлық көкөністерді жақсылап араластырып, үстіне помидор салып, тағы да дұрыстап араластырып қуырып аламыз. Жаңағы майға қуырылған баклажанымызды бетіне салып, әбден араластырамыз. Дәміне қарай тұз бен қантымызды салып, араластырып, жай отқа әбден қайнап суы шыққан шейін қойып қоямыз. Мінекей осылай қайнап, әбден суы шығып піскеннен кейін салатымызды стерилденген банкілерге салып, бетіне қапағына уксус құйып, жауып тастайсыздар. Сонда қысқаға ешқандай бұзылмай тұра береді. Өте керемет дәмді болып шығатын салат. Дайындап көрулеріңізге кеңес беремін.